Енді өңір жаңалықтарына келейік. Облыс бойынша жасөспірімдер арасында қылмыс жасап тіркелгендер саны артқан. Ал мемлекеттік органдар жеке және заң тұлғалардың өтініштерін қарау кезінде уақытын кешіктіріп, бюрократтық кедергілерге жол берген. Осы және өзге де мәселелер облыстық прокуратураның үйлестіру кеңесінің отырысында айтылды. Кеңес жұмысына облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қатысты. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Прокурорлық тексерулердің нәтижесін жайып салған кеңесте облыстық басқармалар мен департаменттер басшыларын сынға алынды. Тегеуріні мықты орган тарапынан айтылған бұлтартпас деректер жауапты тұлғалардың міндеттерін нықтады. Мәселен, облыстық прокуратура жүргізген тексерулер кезінде мемлекеттік мекемелерде тұрғындардан қабылданған өтініштер уақытында қаралмай, мерзімдері кешіктірілген анықталған. Бұл әсіресе екі департаменттің жұмысына қатысты болды. Арыз-шағымдарды қарауға байланысты болатын болса, екі мемлекеттік органдар тексеру нәтижесі бойынша көптеген кемшіліктер анықталды. Оны Ішкі істер министрлігі, Ішкі істер департаменті және еңбек қатынастарына байланысты департаментте бұл жерде адамдарды халықты қабылдау жай әшейін графигі де жоқ, кестесі де болмаған, кейбір арыздар қараусыз қалған, олардың мерзімдері, тәртіптері бұзылған, олардың қарау тәртіптері көптеген заңбұзушылықтарға жол берілген. Бұдан бөлек мүмкіндігі шектеулі жандардың барлығы бірдей бірыңғай стандартпен сатып алынатын арбаны қолдана алмайтындығы анықталды. Сондай-ақ дәрігерлер қызметінің қолжетімділігін жақсарту бойынша ұсыныстар айтылды. Ал жасөспірімдердің құқықтарын қорғау бойынша атқарылған жұмыстар облыста көңіл көншітпейді. Жасөспірімдердің тәртіп бұзу фактілері жиі кездеседі. Прокурорлық тексеру қорытындысы бойынша облыстық білім басқармасы сайтындағы сенім телефондарының жұмыс жасамайтындығы анықталған. Бұл жерде облыс әкімі Бердібек Сапарбаев білім басқармасының жұмысының ақсап тұрғанын сынға алды. Жалпы жасөспірімдер арасындағы қылмыстың, құқық бұзушылықтың артып отырғаны қоғамды алаңдатуы тиіс деді облыс басшысы. Біздің халқымыздың 29%-ын жастар құрайды. Одан кейін барлығымыз енді жақсы білеміз, ата-анамыз, барлығымыздың баламыз бар, немереміз бар. Олардың болашағын ойлаймыз, мемлекеттің болашағын ойлаймыз. Жақында ғана мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдауында да жастар туралы біраз мәселе көтерілді. Оның үстіне жаңа баяндамада айтылды. Өкінішке орай жылына 7.000-ға жуық преступление осы кәмелетке толмаған жастармен жасалынған. Сондықтан біз барлық билік өкілдері, прокуратура қызметкерлері, жаңа сот қызметкерлері деп айтылады, право қорғау органдары бірігіп жұмыс істеу керек. Құқықтық тәртіп және қылмысқа қарсы қамтамасыз ету бойынша үйлестіру кеңесінің отырысында бірқатар өзекті мәселелер талқыланды. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев жасөспірімдердің құқықтарын қорғау және мемлекеттік органдардағы заң бұзушылықтың алдын алу негізінде атқарылған жұмыстарды одан әрі жандандыра түсу керектігін айтты. Райгүл Еншібайқызы, Мержан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.